Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарман. Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Мен сіздерге бүгін аудиокітап ұсынатын боламын. Бай әке, кедей әке. Байлар ақша үшін жұмыс істемейді. Екінші тарау. Папа, айтшы, қалай бай болуға болады? Әкем оқып отырған кешкі газетін ысырып қойды. Балам, сен неге бай болғың келеді? Себебі бүгін Джиммидің мамасы өзінің жаңа Кадиллак машинасымен келіп, өзінің отбасын демалыс күндерінде теңіз жағасындағы үйге алып кетті. Джимми өзімен бірге 3 досын қоса ала кетті, ал Майкл екеумізді шақырған жоқ. Бізге айтқандары, сендер кедей болғандықтарынан алмаймыз деді. Шын ба? Деді әкем. Я, рас, деді мен өкпелі түрмен. Әкем үндемей басын шайқап, көзілдірігін дұрыстап, қайта киіп, газет оқуын жалғастырды. Ал мен не айтар екен деп күтуде отырдым. 1956 жыл. Мен 9 жастамын. Байлардың балаларымен бір мектепке баратынмын. Біздің қалашығымыз бұрынғы қант плантациясының орнына салынған. Плантация басшысы басқа да ықпалды тұлғалар, дәрігерлер, бизнесмендер мен банкерлер алғашқы 6 жылға өз балаларын осы мектепке беретін. Содан кейін оларды жеке меншікті мектепке ауыстыратын. Біз сол мектеп жағындағы көшеде тұратындықтан мен осы мектепке баратынмын. Егер де біз басқа көшеде тұрғанда сөз жоқ, тұрмыс жағдайлары бізбен қатар отбасыларының балалары оқитын мектебіне жіберген болатын еді. 6 класстан кейін мен және мен сияқты мемлекеттік мектепте оқуымызды жалғастырдық. Біз үшін жеке меншік мектеп жоқ еді. Бір кезде әкем газет оқуын тоқтатты. Оның ойланып отырғаны көрінді. Балам, деді ақырын бастап, егер сен бай болғың келсе, онда сен ақша табуды үйренуің керек. Ақшаны қалай табады? Деп сұрадым мен. Өзің ойлан, деді жымиып мұнысы. Мен саған ештеңе айтпаймын, немесе мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Мені ыңғайсыз жағдайға қалдырма деген сияқты болып көрінді маған. Бірінші серіктестік. Келесі күні әкеммен болған әңгімені ең жақсы досым Майкке айттым. Майк екеуміз де осы мектепте оқитын кедей отбасыларынан едік. Ол да мен сияқты тағдырдың ең қызық қалтарыстарына байланысты осы мектепте оқуға келген еді. Біреудің мектеп шекарасын біз тұратын көше арқылы өткізуіне байланысты байлардың балаларына арналған мектепке бардық. Шындығында біздер соншалықты кедей де емес едік, бірақ бізге солай көрінетін. Себебі бізден басқа балалардың барлығында да жаңа бейсбол қолбақтары, жаңа велосипедтері барлығы жаңа болатын. Әкем мен шешем бізге қажеттінің бәрін берді. Ас, киім, үйіміз бәрі болды. Бірақ одан артық ештеңе жоқ. Менің әкем, егер саған бірдеңе қажет болса, оны сен еңбекпен табуың керек дейтін. Бізге көп нәрселер қажет еді. Алайда 9 жасар балаға көп жұмысты кім береді? Біз ақшаны қалай істейміз, деп сұрады Майк. Мен білмеймін, дедім. Ал сен маған серік болғың келеді ме, деп сұрадым. Ол келісімін берді. Сөйтіп, сол сенбінің таңында маған тұңғыш бизнес серіктес пайда болды. Біз таңертеңнен бері ақшаны қалай жасау керектігі жөнінде жоспар құрумен болдық. Кей уақытта біз теңіз жағалауында тұратын Джимми сияқты байларды еске алдық. Бізге бұл біршама өкінішті еді. Бірақ осы өкініш бізді баю жолына ынталандырушы күш болды. Бір кезеңде бізге түстен кейін бір ой келді. Бұл пікірді Майк ғылыми көпшілік кітаптан оқыған екен. Біз бір-бірімізге үлкен үмітпен қарасақ, сөйтіп біздің серіктестігімізде өз ісіміз пайда болады. Содан кейін біз бірнеше апта бойынша көрші көлемдерді, үйлерді аралап, босап қалған тіс тазартқыш пасталарының тюбиктерін бізге берулерін өтіндік. Алдымен бұған үлкен адамдар таң қалып, содан кейін күлімсіреп келісімдерін берді. Кейбіреулері біз не істемекшіміз деп білгілері келді. Оларға оны біз сіздерге айта алмаймыз, бұл коммерциялық құпия дедік. Бір кезде шешем мазасыздана бастады.
Себебі біз жинаған заттарымызды қоюға оның кір жуатын машинасының тұрған жерін қалап алып едік. Әртүрлі қажетсіз заттар салынған қағаз жәшіктің жанында біздің жинаған тюбиктеріміз күннен күнге көбейе бастады. Бір күні шешемнің шыдамы таусылды. Оны күнде өздері лас әрі майысқан тюбиктерді көру тойдырған білем. Бізден осы сендер не істеп жүрсіңдер деп сұрады. Маған қайдағы бір коммерциялық құпия дегенді қойындар. Бәрін тез шығарындар, әйтпесе мен барлығын лақтырып тастаймын деді. Біз Майк екеуміз жалынып, жақында ойымызды іске асыру мақсатында әлі де болса жеткілікті материалдарды жинап алу үшін уақыт керек деп түсіндірдік. Шешем бізді аяп, тағы да бір аптаға рұқсатын берді. Осылай ісімізді тездетіп бастауға сыртқы жағдайлар түрткі болды. Өйткені жұмыс атқарушы серіктестік ретінде қойма жөнінде менің шешемнің тарапынан алғашқы ескерту алдық. Енді Майкке көршілерді тездетіп паста тюбиктерін босатуды, ол үшін тістерін жиі тазартуды өтіну міндеті еді. Мен өндіріс орнын жинақтауға кірістім. Бір күні әкем досымен үйге келіп, аулада бар ынтасымен жұмыспен айналысып жатқан 9 жасар 2 баланы көреді. Маңдайымыздың бәрі ақ ұнтақтармен қоқыстанған еді. Ұзын үстелдің үстінде пайдаланудан кейін мектептен алып келген бос сүт пакеттерін, жанында грильде алаулап тұрған қызыл шоқтарды көрді. Әкем баяу қимылдап бізге жақын келді. Машинасын есік алдында тастауға тура келді. Себебі гаражға қоюға біздің өндірісіміз жол бермеп еді. Ол досымен жақынырақ келіп, шоқ үстіндегі қазандықта тіс тазартқыш тюбиктердің балқып еріп жатқанын көрді. Ол кезенде паста тюбиктері пластмассадан емес, жезден жасалатын. Олардың бояуын отпен өшіріп, қазандыққа салып балқытып ерітіп, содан кейін оны сүт пакеттеріне арнайы тесік арқылы құя бастадық. Картонды жәшікте гипс бар болатын. Сумен араластырған сол ұнтақ маңайымызды әппақ қылған еді. Мен абайсызда қапшықты құлатып алғанмын, сондықтан маңдайымызда ақ боран соққандай еді. Гипстен біз құю қалпын жасадық. Әкем бізді балқыған жезді гипстен жасалған қалыпқа қалай құятынымызды бақылап тұрған. Ақырын байқа деді. Мен үндемей басымды изедім. Бір уақытта жұмысымызды аяқтап, қазындықты орнына қойып, әкеме қарай жымиып, балалар, сендер не істеп жатырсыңдар деп сұрады ол күлімсіреп. Біз сенің айтқанды жасап жатырмыз, біз бай болғымыз келеді дедім мен. Солай деді Майк те басын іздеп, біз серіктеспіз. Ал мына гипстік қалыптарда не бар деп ол қызықтап сұрады. Абайла дедім мен, жақсы партия болуға тиіс. Содан кейін кішкентай балғамен қалыптың 2 жымдасқан жерінен ұрып, жоғарғы бөлігін босаттым. Қалыптан тез жиын түсті. О, Құдай деді әкем. Сендер жезден ақша жасап жатырсыңдар ма деп таңданды. Дәл өзі деді Майк мақтанышпен. Біз сіздің айтқаныңызды істеп жатырмыз. Біз ақша жасаудамыз. Әкемнің досы теріс айналып, шексілесі қатып күлді. Әкем жымиып басын шайқады. Ол жанып тұрған грильді тюбиктермен толы қағаз жәшікті, үсті бастары ақ ұнтақ қабылғанған өз істеріне мәз біз екеумізді кезімен шолып шықты. Әкем бізге істеп жатқан жұмысымызды тоқтатып, өзімен бірге есік алдына келіп отыруымызды сұрады. Ол бізге жалған ақша жасаушылардың кім екенін байыппен түсіндірді. Біздің арманымыздың тас талқаны шықты. Сіз мұны заңсыздық дегіңіз келе ме? Деді Майк даусы дірілдеп. Ойнай берсін, деді әкемнің досы. Мүмкін бұлардың табиғи қабілеттіліктері болар. Әкем оған ренішпен қарады. Я, бұл заңсыздық, деді ол ақырын. Дегенмен сендер өз ойларыңды көрсете білдіңдер. Ерекше ізденістерің мен жан-жақты ойлану қабілеттеріңді көрсеттіңдер, деді. Ойлануды осылай жалғастыра беріңдер. Мен шындығында сендерді мақтан тұтамын, деді әкем. Біз Майк екеуміз ренішті түрде 20 минутта үнсіздікте отырып қалдық. Содан кейін заттарымызды жинастыра бастадық. Сөйтіп біздің өндірісіміз ашылған күні жабылды. Қоқыстарды жинастыра жүріп, мен Майкке қарап, я, Джимми және оның достарыныңкі шындық, біз кедейміз дедім. Бұл уақытта менің әкем кетіп бара жатқан. Балалар, деді ол, егер сендер тез берілсеңдер, онда кедей боласыңдар.
Ең негізгісі, сендер бірдеңе істедіңдер. Көп адамдар бай болғысы келетіндіктерінен армандап айтумен ғана болады. Ал сендер болу үшін бірдеңе істедіңдер. Мен қайталап айтамын, мен сендерді мақтан тұтамын. Тоқтамаңдар, күресті жалғастырыңдар. Біз Майк екеуміз үнсіз тұрдық. Мұны есту бізге қуаныш еді. Сонымен бізге не істеу керек? Ал папа, сен неге бай емессің деп сұрадым мен. Мен мұғалім болуды ойлағанмын. Мұғалімдер баю туралы ойламайды. Бізге оқыту ғана ұнайды. Мен сендерге көмектескім келді, бірақ шындығында ақшаны қалай жасау керек екенін білмеймін. Біз алаңды жинастыруды әрі қарай жалғастырдық. Балалар, егер сендер бай болғыларың келсе, менен сұрамаңдар. Майктың әкесіне барыңдар, деді сөзін жалғастырып. Менің әкем еме? Деді Майк таңданып. Иә, сенің әкене деп жауап берді менің әкем күлімсіреп. Екеуміздің банкиріміз бір адам. Ол сенің әкен туралы ең жоғарғы пікірде. Сенің әкен ақша жасаудың жолдарын тамаша біледі, деп айтқанын бірінші рет естідім. Ол менің әкем бе? Деді Майк сенімсіздікпен. Ал олай болса, онда бізде бай адамдардың мектептегі балалары секілді тамаша машина немесе үлкен үй жоқ. Жаңа машина және үлкен үй қайткенде де сенің бай және ақшаны қалай табу керектігін білетіндігінің белгісі емес, деп жауап берді әкем. Джиммидің әкесі қант плантациясында жұмыс істейді. Оның менен айырмашылығы шамалы. Ол компанияға жұмыс істесе, мен мемлекетке қызмет етем. Компания оған машина сатып алып берді. Бұл компанияның қазіргі кезеңде қаржылық проблемалары, яғни қиындықтары бар. Енді жақында Джиммидің әкесінде ештеңе болмайды. Ал Майк, сенің әкен ондай емес. Ол меніңше өз империясын құруда. Бірнеше жылдардан кейін ең бай адам болады. Бұл сөздер Майк екеумізді қайта қызықтыра түсті. Біз қосылып жасаған шаруамыздың қалдықтарын тездетіп жинастырып, Майктың әкесімен қашан және қай жерде кездесіп сөйлесуіміз туралы ақылдастық. Оның қиындығы, ол кісі көп жұмыс істейтін, үйіне өте кеш оралатын. Ол кісі көптеген қоймалар, құрылыс компаниясы, бірнеше дүкендер және 3 ресторанға қарайтын. Осы ресторандар үшін ол жұмыста түнге дейін болатын. Ауланы жиыстырып болғаннан кейін Майк автобусқа мініп үйіне кетті. Ол сол күні кешке әкесімен бізге қалай бай болуды үйрете ме, әлде жоқ па, соны сөйлесіп білуге асығып кетті. Өте кеш болса да, Майк әңгімеден кейін телефон соғуға уәде етті. Кешкі 8:30-да маған телефон соғылды. Тамаша, дедім мен, келесі сенбіде, деп телефонды орнына қойдым. Майктың әкесі бізбен кездесіп әңгімелесуге уәде қылды. Міне, сенбі күні таңғы 7:30-да мен автобусқа мініп қаланың кедейлер тұратын бөлігіне қарай тарттым.